Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Мен Олжан Нұғман, онлайн және офлайн тігу курсының авторымын. Қазір алдыңғы бойды өңдеу сабағынан қысқаша үзінді. Өңдейміз екі бүкпесін және жан тігістеріндегі бүкпе бар. Бұны бүкпелер тігу үшін сіздер ең ұшынан бастап төменге қарай тігіп, екі жерден бекітпе жасаймыз. Міндетті түрде сіздер бірінші көктеп алуларыңыз керек. Содан кейін машинада тігеміз. Ал енді ол тік болғаннан кейін міндетті түрде екі бүкпені бір-біріне беттестіріп үтіктеп шығамыз. Содан кейін бүкпелерді бітіргеннен кейін жан тігістерін қосып тігеміз. Бір жағын, оң жағын және сол жағын тігеміз. Оны тігіп болғаннан кейін де міндетті түрде бірінші көктейміз, одан кейін тігеміз. Сосын айыра үтіктейміз. Одан кейін келесі біздің операциямыз ол иық тігістері. Иық тігістерінде бірінші тігістерін туралап, екеуін біріктіріп, сіздер көктеп, аласыда 1 сантиметр тігіске қалдырып, мына жерде белгілеп қойғандай, немесе түйреуіштермен де бекітуге болады. Содан кейін оны тігеміз, сосын айыра өтіктейміз де бәрін оң жаққа қарай айналдырып аламыз. Міне, біздің бүгінгі сабағымыз алдыңғы бойды өңдеу. Бізде алдыңғы бойды өңдегенде осындай болып шығады. Мынау алдыңғы бой, мынау бізде артқы бой. Бізде алдыңғы бойда төмен жағында бүкпеміз және жан тұсынан бүкпе кетеді. Мойын ойындысы, қолтық ойындысы, екі иығынан тұрады және жеңі. Бұл жағында төмен жақта бізде юбка немесе шалбармен қоса тігеміз, немесе осылай етіп кофта етіп тігуімізге болады. Ары қарай енді біз өзіміздің қалауымызша әртүрлі суреттерді немесе бисерлерді әдемілеп әрлеуімізге болады. Курс барысында беріліп отыратын нұсқауларды орындай отырып, қарапайым белдемшеден бастап коллекция топтамасына дейін дұрыс және сапалы тігуді үйрене аласыз. Сондай-ақ тігін курсынан сізге көмек болатын кеңестерді аласыз. Сіздің құндылықтарыңызды атап көрсететін бұйымдарды қатесіз таңдауға көмектеседі. Егер сіз тігін курсын үйренуді армандаған болсаңыз, менің онлайн және офлайн тігін курсына жазылыңыз.